Assalamu alaikum YouTube көрермендері, қалайыңыз қалайсыздар? Бізде Чимкентте нағыз көктем болып тұр, альхамдулилля. Адуанчиктеріміз неқта гүлдеп жатыр. Шымкенттің осындай жақсы ғой, машалла. Әр нәрсе өз уақытысымен. Шүкір, осындай тыныш өмірімізге шүкір. Қалдарыңыз қалайсыздар? Бізде клубникалар уже гүлдеп жатыр. Тақалса клубника көбейеді. Міне біздің лақтарымыз бөлек қойып қойдық. Бұлар қалатын болды. Сіздермен бір жаңалықпен бөлісейін, қаласа деп. Шөптерімізді жайып қойдық. Қаласа береміз. Мына екі ешкім менің сатылымға шықты и сатып алып кетеді қазір құда қаласа. Қазір бүгіндікке соңғы мәрте не қылам, сау болам. Маған естелік болып қалсын бұл екі ешкі. Мынаның аты Маша еді, мынау колокольчик менің кішкентайынан баққан. Барған жерінде көбейсін, өссін, өнсін, құда қаласа. Бүгін сау болам мені. Дойкалар әдемі, керемет дойкалар. Бүгін бір ағамызы кеше сатып алды, бүгін кеп алып кетеді. Қазір біраздан кейін видеосын салатын шығармын, оны да үлгерсем, құда қаласа. Күліп тұр ғой. Тісін шарып күліп тұр ғой жаным. Қаяқтан білсін бұлар қазір кететін. Басқа шаруашылыққа барады. Шүкір Аллаға. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light. Süt где-то 2 литрлей. Азында кешке осылай аламын. Шүкір Аллаға. Барған жерінде бақытты бол. Өссін, көбейсін. Бұл бізде қысыр қалған. Текеге қосқамыз, өшім алмаған. Сонымен да қаласа барған жеріне алып кетсе, қаласы жақсы болады. Біздің сатып алушыларымыз келді. Қазір екі ешкіні салып жібереміз. Құда қаласа екі ешкімізді сатылымға барады. Алла берекетін берсін. Жандарым сол. Қимай тұрмын бір сату керек болып тұр. Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Жоқ. Мына осы екі ешкі. Мына колокольчигіміз мен өзім кішкентайынан баққам. Әкесі голландский занин, шешесі альпичақ болған. Әкесіне ұқсап кетті, тура әкесі осыны тұғын. Бірақ бой бейгет. Ананы біз бірінші тумасынан алғамыз. Лақтарын өзі алып қалғанда бізге сатқан хозяйка анасын ғана сатқан. 150 мыңға сатқан еді сол кезде. Әлі сауылып тұр. Қай тума дедіңіз екен? Мұны анаусы 8 февральда туды. Ар жақта егіз лақтар тұр. Мұнау білмеймін қай уақытта туған есімде жоқ, бірақ былтыр алғамыз, бұл YouTube каналымда тұр ғой. Одан кейін қашқан жоқ, біз ана бір текеге салған ек, что-то білмеймін несін жіберсем қысыр қалып кеткен деді ғой.
Sarı tişört, белизан, екстері жақсы екен. мынау 80 сантиметр, анау 75 сантиметр шықты. Кеше мен өлшедім да. Осындай болып шықты. Бір көргеннен ұнаттым ғой видеодан. Әсіресе маған мойнын несін көріп. Мен ала берекетін берсін. Бізде негізі бағамыз, не аламыз дегенбіз басында да. Бірақ срочно енді сондай себебі болған екен. По идее. Азында шөп бергем, көк шөп бердім, анда қабық не ештеңке бермедім. Қабық алып келетін еді постоянно. Лағын көрісіп болған? Болады ла. Лағы осы жаңында колокольчик дегеніміз осы неден? Чехтан қашқан ғой. Ұрғаш ма? Екеуі де ұрғашы, мына қарасы. Қарасы екеуі егіз. Мына әкесіне тартқан, мынау жаңа тура шешесі болып тұр ғой. Мынаны Жандарбек ағайдан хадияға алғамыз өткенде. Рамазан айында хадияға берді бұны. Мына екеуі ұрғашы. Оны мен егітімде сөкіп шықты. Әкесі осында ғой. Әкесі тура. Жоқ, чех. Чех қой? Альпи чех деп берді ғой бізге. Ол чехті оны. Сілейді күнге анда қоңыр қара түнді ше? Оны қадия келген. Таза қара емес қой, қоңыр болып. Мынау хадияға келген. Мынау шешесіне ұқсайды. Не дейсің бұл екі уақыт? Бұл екі лақты алып тұрсаңыз қосамыз бағасын. Бірақ шешесі қазір данный момент бірінші тума ғой. Азанды кешке 2,5 беріп тұр да. Жақсы бақсаңыз 3-ге дейін береді, тақаласа. Енді бірінші тума ары қарай көбейтем не алам десеңіз, одан да көбеюі мүмкін ғой. Біріншіде пик нормально алып тұр ғой. Бір айдан асты, Осы апрельдің 8-іне 2 ай болады. Тағы қоссаңыз, пожалуйста, алып кете беріңіз. Негізі бұлар да сүтті линия ғой. 35-ке беріңіз, алып кетейін. Екеуін 35-ке ма? Кәскесін ішкен. Ұрғаш дедіңіз ғой? Екеуі де ұрғаш. Негізі енем бағам не ағылам деген ғой. Ол кісі қазір Ақтауда да. Көке асықсы емес пе едіңіз? Такси жолдаған бедіңіз? Машинам замет бұзылып қалды, жөндетіп отыр. Көшеден сағат болса алды. Бақтыбек, мына екеуіне 35 сұрап жатыр. Бер жүресіз ба? 2 лаққа 35. 30 демек қойын, ақшам жоқ, не ақса әрекет қылып сұластық көйлерден көрейін. Қалыса алам. Сені қышы. Қазір төлеп кетесіз ба сразу? Бере салыңыз? Как қылсай? Мен де шамам деген айтып отыр. 35. Менің каналыма жаңыдан келіп қосылып отқан басаңыз, подписацияны басып, колокольчикті басып, және де қазақша контентті қолдай кетіңіз. Келесі видео сатылым туралы болады. Ешкілердің неше түрлі пародасымен жақсы пародаларды сатылымға шығарып отырамын осы каналда. Ал менің ешкілерім өз егесін тапты. Шүкір, енді өз қонысына барады деген ойдамын. Аман есен жетіп алсын деп тілейміз. Өсін, өнсін, барған жерінде көбейсін деп тілеп қояйын. Көзім қимайды, бірақ амал жоқ. Енді басында сатамыз деп видео шығарып қойғаннан кейін өз егесі табылды, қызықты, өте керемет екен ешкілеріңіз деп сонымен сразу келісіп бағасына алып кетіп жатыр. Енді менің каналым тек қана сатылым канал болып тұрады. Пока мен ешкі асырамаймын деп отырмын. Осымен шүкір жақсы жерге қоныстансын деген ниетпен шығарып саламын. Жақсы, аман болыңдар. Уақытысында қызығын да, рахатын да көрдік. Сүтіне әбден іштік, тойдық, шүкір. Енді воля. Қазір маған видеосын жіберді. Мені жаңа қонысы құтты болсын. Мені Маша менен колокольчик. Екеуі жайылымда жүр. Өте керемет жерге түсіпті. Мен қазір өте қуанып отырмын. Жайылым, бізде бұнда жайылым болған емес. Және де бұлар негізі ешкі деген жайылып жүргені жақсы. Жақсы сау болыңыздар. Менің видеомды қолдап жүріңіздер. Және де келесі видеоға дейін кездескенше. Осы видеоны және де менің каналымды бөлісіп қойсаңыздар болады. Таратыңыздар. Ешкі сүйер қауым менің каналымды көрсе, өзіне іздеп жүрген ешкіні таба алады. Мен керемет пародалы, өте сүтті линиядан шыққан, достоверный,
өз шаруашылығынан шығарып отырған, ауырмаған, сырқамаған жақсы породаларды мен сатылымға шығарамын. Керек болып жүрсе, осы менің каналымнан номерлерін таба аласыздар. Әзірше қош сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар.